Қыстың қақаған аязында жылы ғимаратқа кірген сәттегі жайлылықты бәріміз сезінеміз. Бірақ сол жылудың қалай сақталатыны туралы жиі ойлана бермейміз. Ғимараттардағы жылу оқшаулау тек құрылыс технологиясы емес. Ол жасампаздық пен жауапкершіліктің нақты көрінісі. Жылудың едәуір бөлігі қабырға, шатыр, еден және терезе арқылы сыртқа тарайды. Егер бұл бөліктер сапалы оқшауланса, энергия үнемделеді, шығын азаяды, ал ішкі орта қолайлы әрі тұрақты болады. Минералды мақта, заманауи плиталар, көп қабатты әйнек, бұлар жай материал емес, болашаққа салынған инвестиция. Жасампаздық, тиімді шешім табу. Сыртқы фасадты оқшаулау, шатырға бу тосқаулын орнату, іргетасты қорғау, мұның бәрі инженерлік ойдың нәтижесі. Әрбір дұрыс есептелген қабат жылуды сақтауға бағытталған ақылды қадам. Ал жауапкершілік ресурсты ысырап етпеу. Артық жылу шығыны, артық отын, артық қаржы, артық экологиялық жүктеме. Энергияны үнемдеу арқылы біз табиғатты қорғаймыз. Қоршаған ортаға түсетін зиянды азайтамыз. Дұрыс оқшауланған ғимарат жай ғана құрылыс нысаны емес. Ол жайлылық, қауіпсіздік және тұрақты даму кепілі. Бұл бүгінгі шешім арқылы ертеңгі ұрпаққа қамқор болу. Жылуды сақтау, болашақты сақтау. Жасампаздықпен салынған, жауапкершілікпен қорғалған ғимараттар ғана шынайы өркениетті қоғамның белгісі бола алады.